Қызылордада Қазақстан Республикасының көрнекті ғалымы, геолог, минералогия ғылымдарының докторы, академик, мемлекет және қоғам қайраткері Шахмардан Есеновтың 100 жылдығы қарсаңында республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Оған Қызылорда облысының зиялы қауым өкілдері мен мұнай саласының қызметкерлері қатысты. Шахмардан Есеновтың есімі елімізге жер қойнауын барлаушы білікті ғалым геолог ретінде танымал. Оның бастамасы бойынша 1950 жылдары Жезқазған кен торабының ірі масштабтағы геологиялық картасы жасалды. Онда мыс, қорғасын және мырышқабай үмітті алаңдарының шекаралары анық көрсетілген. Соның арқасында Жезқазғанның белгілі қорларын бірден бірнеше еселеп ұлғайту пікірі пайда болды. Ал 60 жылдары Жыланды тобындағы Итауыз, Сары оба, Қары шошақ, Қыпшақбай, Айранбай секілді мыс кен орындарының қорын бағалап, барлаған үшін де алғаш ашушы дипломдарын алды. Шахмардан Есеновтың есімі ешкімнің ұлықтауға арналған мәртебелі басқосуда жүздесіп отырмыз. Бұл тек бір ұлы тұлғаның өмір жолына тағзым ету емес, бұл ұлттық ғылымға, парасат пен руханиятқа деген құрметтің айғағы. Ел мен жерге адал қызмет етудің мәңгілік өнегесін дәріптеу сәті. Шахмардан Есенов терең білім мен азаматтық парасатты, ғылым мен елдік мұратты бір арнада да тауыстырған кемеңгер жан. Ғалымның белсенді қатысуының арқасында бүгінге дейін ірі табиғи ресурстар қоры болып отырған Жезқазған, Жаңаөзен, Қаржанбас, Жетібай, Қаламқас, Бозащы кен орындары ашылды. Осының негізінде қазіргі таңда Қазақстан экономикасының негізін құраушы өндірістік кешендер құрылған болатын. Ғылыми конференцияда мұнай саласында қызмет етіп жүрген мамандар Шахмардан Есеновке алғыстарын білдірді. Мұнай өндіру саласында еңбек етіп жүрген біз сол сабақтастықты бұрынғыдан да анық сезіне бастадық. Біз атқарып жатқан әр іс оның бастаған ұлы жолының жалғасы. Шахмардан Есенов кең әрі ауқымды ойлап, батыл шешім қабылдай білетін буынның өкілі еді. Ол жастайынан академик Қаныш Сәтбаевтың жетекшілігімен нағыз геология мектебінен өтті. Жезқазғанда ол қарапайым геологтан бастап егізбенің бас инженері дәрежесіне дейін көтерілді. Айта кететін жайт, 2013 жылы академик Шахмардан Есенов атындағы ғылыми білім беру қоры құрылды. Қордың мақсаты негізгі білім беруді жалғастыру, кәсібилік пен бәсекеге қабілетті арттыру бойынша нақты және жаратылыстану ғалымдарына маманданған студенттер мен қазақстандық жас ғалымдарды қолдау болып табылады. Сыр өңірінде атақты геолог академик Шахмардан Есеновтың 100 жылдығы қарсаңындағы іс-шаралар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Жанғали Нұрғалиұлы, Бақытжан Ахметов, Жасұлан Бақытбекұлы, 77 News.